оқушылар. Қазір математика сабағымыздың тақырыбы тиімді есептеу. Бүгінгі сабақтан өрнекті әріпті теңдік түрінде жазуды тиімді есептеу үшін көбейту мен бөлудің қасиеттерін қолдануды үйренетін боласыңдар. Қазір миға шабу әдісі. Мына жасыл белгілерге қарайықшы, қандай ұқсастық көріп тұрсыздар. Көбейткіштердің орындарын ауыстырған. 4 көбейту 5 болса, бұл жерде 5 көбейту 4. Яғни көбейткіштердің орнын ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді деген ереже шығады. Келесі 9 көбейту 8 және 8 көбейту 9. Бұл жерде де осылай. Енді мына тіктөртбұрыштың периметрін тауып көрейікші. Ұзындығы 4 см, ені 2 см. Периметрін біздер 3 әдіс арқылы табуымызға болады. Міне 4-ті барлық қабырғаларын қосып алуымызға болады. Немесе бір ұзындығы мен енін қосып алып 2-ге көбейтуімізге болады. Және де осы әрбір қосылғыштарды жеке-жеке көбейтуімізге де болады. 4-ті 2-ге көбейтіп, 2-ні 2-ге көбейтсек те барлығының мәндері бірдей болады. Бұл олардың көбейтудің қасиеті болады. Қазір осы қасиеттермен танысатын боласыңдар. Көбейтудің үлестірімділік қасиеті. Санды екі санның көбейтіндісіне көбейту үшін алдымен оның бірінші көбейткішіне көбейтіп алу керек. Содан кейін шыққан көбейтіндіні екінші көбейткішке көбейтеміз. Міне қарайық, А көбейту В көбейту С тең болады. Мына жерде А мен В-ны көбейтіп едік. Енді бұл жерде келесі екінші әдісте В-ға С-ны көбейтуімізге болады. Яғни бұл көбейтудің үлестірімділік қасиеті. Қай-қайсына да көбейтіп алсақ та есебіміз қате болмайды. Келесі көбейтудің терімділік қасиеті. Қосындыны санға көбейту үшін әр қосылғышты сол санға жеке-жеке көбейтіп, шыққан көбейтінділерді қосу керек. Азайтуда да дәл осындай. Міне А-ны В-ға қосып, С-ға көбейтіп алуымызға болады. Немесе жеке-жеке мұны әрбір қосылғышқа жеке-жеке көбейтуімізге болады. А көбейту С қосу В көбейту С. Яғни жеке-жеке көбейтіп алып барып қосамыз. Бұл көбейтудің терімділік қасиеті. Келесі көбейтіндіні санға бөлу. Көбейтіндіні қандай да бір санға бөлу үшін қалғандарын өзгеріссіз қалдырып, кез келген көбейткішті осы санға бөлу керек. А-ны В-ға көбейтіп, С-ға бөлуімізге болады. Немесе А мен С-ны бөліп, В-ға көбейтуімізге де болады. Немесе В-ны С-ға бөліп, А-ға көбейтуімізге болады. Бұл қай-қайсынан да есептің мәні барлығы да бірдей болады. Міне 3-ке 6-ны көбейтіп, 3-ке бөлетін болсақ, бізге тиімдісі оның 3-ке 3-ті бөліп, 6-ға көбейткен тиімдірек. Енді қосындыны санға бөлу үшін қосылғыштардың әрқайсына санды бөліп, шыққан нәтижені қосу керек. А-ны В-ға қосып алып, С-ға бөлуімізге де болады. Немесе А-ны С-ға бөліп, В-ны да С-ға бөліп, барлық шыққан мәндерін қосуымызға болады. Тиімді тәсілі осы міне. 8-ге 4-ті қосып алып, 2-ге бөлгеннен көрі, бізге оларды жеке-жеке бөліп алған тиімдірек. Шыққан мәндерінің барлығын қосамыз. Енді келесі оқулығымыздың 5-ші бетіндегі 2-ші есепке қарайық. 100-ді 3-ке көбейтіп, және де 60-ды 7-ге көбейтіп, яғни көбейтіп алғаннан кейін көбейтіндінің мәндерін бір-біріне қосамыз. 300-ді 420-ға қоссақ, 720. 14-ті 10-ға көбейтсек 140, 80-ді 5-ке көбейтсек 400 бар. 400-ге 140-ты қоссақ 540. 5-ті 40-қа көбейтеміз. Бұдан шыққан мәнін 5-ті 30-ға көбейтсек 150. 200-ге 150-ді қоссақ 350. Енді оқулығымыздың 5-ші бетіндегі 3-ші есепті
неше тәсілмен шығаруға болатынын анықтайық. 15 қосу 21 бөлінген 6. Жақшаның ішіндегі 15-ке 21-ді. Бұл тек бір тәсілмен ғана шығады. Себебі екі тәсілмен шығара алмаймыз. Әрбіреуіне жеке-жеке бөле алмаймыз. Себебі 15 6-ға бөлінбейді. Сондықтан бұны бір тәсілмен ғана шығарамыз. 15-ке 6-ны бөле алмағандықтан тек екеуін қосамыз. 15-ке 21-ді қоссақ 36, 36-ға 6-ны бөлсек 6 болады. Бұл тек бір ғана тәсілмен шығады. Келесі есебімізге қарайық. 120-ны 20-ға қосып, 10-ға бөлуімізге болады. Және де тағы да екінші тәсілмен де шығара алады екенбіз бұл жерде. Немесе 120-ны 10-ға бөліп, 20-ны 10-ға бөліп, бұл екінші тәсілі. Бірінші тәсілі және де екінші тәсілмен шығаруымызға да болады екен. Келесі есебімізге қарайық. Бірінші есебімізге мұқият қарайық. Бұл жерде 7 екеуіне де бөлінеді ма? Бөлінеді. Сондықтан бұл екі тәсілмен шығаруымызға болады. Ал келесі есебімізде 309-ға бөлінбейді. Бұл жерде бір тәсілмен ғана шығарамыз. Енді шығармашылық жұмыс кім тапқыр? 46-ға 9-ды көбейткенде көп оқушылар көбейтсе алмай қиын болуы мүмкін кейбіреуімізге. Сондай жағдайда не істеуімізге болады? 46-ға 10-ды көбейтіп алып, 46-тан азайта қоюымызға болады. Бұл өте оңай, тез есептейміз. 46-ға 10-ды көбейтсек 460-ға тең болады. Және де оны 46-тан азайтсақ 414-ке тең. Яғни 46-ны 9-ға көбейтсек 414-ке тең екен мәні. Келесі 20-ға 19-ды көбейткендегінің тиімді тәсілі. 20-ға 20-ны көбейтіп алып, одан 20-дан азайтуымызға. 20-ға 20-ны көбейтсек 400, 400-ден 20-ны азайтсақ 380 болады. Енді оқушылар мына есепке мұқият қарайық. Оқулығымыздың 5-ші бетіндегі 5-ші А есеп. Жасалған 8 дулыға 12 қамшы есептің шарты белгілі. Енді шешуімен жауабын шығарыңыздар. Бұны екі қорапқа бөліп салуымыз керек. Сонда әр қорапта қанша бұйымнан келеді? Бұны екі тәсілмен шығаруымызға болады. Не істейміз? Бірінші, бұлардың жасалған заттардың барлығын тауып аламыз. 12-ке 8-ді қосып алып, 2-ге бөлуімізге болады. Немесе жеке-жеке 12-ке 2-ні бөліп, 8-ге 2-ні бөліп, шыққан мәндерін қосуымызға да болады екен. Яғни 12-ке 8-ді қоссақ 20, 20-ға 2-ні бөлсек 10. Немесе 12-ні 2-ге бөлсек 6, 8-ге 2-ні бөлсек 4, 6-ға 4-ді қоссақ 10. Яғни бұл екінші тиімді тәсілі. Енді оқушылар үйге 5-ші беттегі 4-ші есепті аласыздар. Әрбір өрнекті тиімді есептеудің тәсілдерін табасыздар. Қалай тиімді есептеуге болады? Тек неше тәсілмен шығаруға болады? Соны шығарып окидуске салыңыздар.